Ассалаумағалейкум құрметті достар, арнамызға қош келдіңіздер. Біз бүгін Талдықорған қаласы Астер автоға келіп отырмыз. Сіздердің назарларыңызға қазір осы жердегі бар автокөліктерді түсіріп көрсететін боламыз. Достар, видеоға лайк басып, арнамызға тіркеліп жазылып отырыңыздар. Ал біз бастаймыз. Айтпақшы, мекен жайымыз Талдықорған қаласындағы. Қазір мына жерде қысқаша көрсетіп жіберейік. Астер авто. Понедельник, жексенбі. Астер KZ, Талдықорған, проспект Қадырғали Жалайыр 43/10 екен, телефон номер. Осы жерден көріп алсаңыздар болады. Ал біз кеттік, бастаймыз. Сонымен құрметті достар, мына автокөліктер қатарынан тұр. Мына Прададан бастаймыз. 2006 жылғы Land Cruiser Prado автомат қорап 9.190.000 теңгені құрайды екен бағасы. Так, қанша жүрілді екен? 2.7 қозғалтышымен 327.000 шақырым жүріп тұрған екен. Рассрочка 12 айға деп жазып қойыпты. Қасында ол тағы бір кроссовер тұр. 12 жылғы Hyundai Tucson дейді. Автомат қорабымен 2.4 екен. Қозғалтышы автомат 163.000 шақырым жүріп тұрған. Осындай әдемі қызыл түсте, төбесінде рейлингі бар, өздеріңіз көріп тұрғандай. BMW автокөлігі X5 автомат қорабымен, бензин 4.8 екен. Қозғалтышы 396 шақырым. 396.000 шақырым жүріп тұрған екен. 6.700 бұның бағасы. Айтпақшы, мынау Tucsonның бағасы 7.490.000. Hyundai Creta 2018 жылғы автомат қораппен 1.6 қозғалтышымен 75.000 шақырым жүрген. 9.290.000. Қасында Renault автокөлігі Duster 2015 жылғы механика қорапта екен бұл автокөлік. 395.000 шақырым жүріп тастаған. 5.090.000 бағасы, жазылған бағасы. Қасында тағы да бір Duster тұр, Renault Duster 21 жылғы екен, 82.000 шақырым жүрген, 9.590.000-ға сұрап тұрған бағасы. 2007 жылғы Subaru Forester автомат қорабымен, 2 қозғалтышымен, газ бензин 517.000 шақырым жүрген, 6.090.000 дейді бағасы. Жалпы бұл кроссовердің қатарынан кроссоверлар тұр, өздеріңіз байқағандай. 2018 жылғы Nissan Terrano автомат қорабымен, бензин 2 қозғалтышымен 68.000 шақырым жүрген, 7.990.000 бағасы. Jag автокөлігі, бұл Қытай автокөлігі, T6 механика қорабымен дейді. Бұл пикап, бұл автокөлік, бензин 2 қозғалтышымен 33.825 шақырым жүрген, 12.140.000 құрайды бұның бағасы. Мынандай қызық вариант тұр. Mercedes-Benz дейді, өте компактты жағдайда, үнемді. 2006 жылға V175 автомат қорабымен 1.7 қозғалтышымен 189.000 шақырым жүрген екен. Рассрочкаға дейді, 12 айға бұл да 3.240.000 сұрап тұрған бағасы. Осындай автокөлік, жағдайы осындай титан дискісімен. Кішкентай шағын автокөліктердің бірі. Дәл қасында Niva автокөлігі тұр. 2018 жылғы Niva, төбесінде байқасаңыздар рейлингімен. 1.7 бензин 87.000 шақырым жүрген, 3.790.000. Бұл Niva'ның бағасы. Қыстық дөңгелегімен тұр екен. Әдемі титан дискі. Өзінің завод дискісі. Мынау құймалы Niva'ларды осындай болады. Келесі көлігіміз мына жерде 2019 жылғы Largus автокөлігі, Largus Cross механика қорап. Бұлардың бәрі 1.6 122.000 шақырым жүріп тастаған, 6.190.000 бағасы. Келесі көлігіміз Vaz Lada Vesta Cross дейді, автомат қорап, 2020 жылғы бензин 1.6 62.000 шақырым жүрген, 8.150.000 сұрап тұрған бағасы. Subaru 2007 жылғы Outback автомат қорап, газ бензин 2.5 қозғалтышымен 199.000 шақырым, 6.290.000 бағасы.
бұл автокөлікке сұрап тұрғаны. Қасында Camry, 2002 жылғы Toyota Camry 30-дық әйгілі автокөліктердің бірі. Бензин, 3 қозғалышымен 552 мың шақырым жүріп тастаған екен. 4 миллион 890 мың. Бағалар қалай болып жатыр? Пікір қалдырып айтып отырыңыздар, құрметті достар. Қымбат па, арзан ба? Келесі көлігіміз 12 жылғы Subaru Legacy автомат қорабымен, газ бензин 2.5 қозғалышымен 324 мың шақырым жүріп тастаған. 7 миллион 390 мыңға рассрочка дейді. Келесі көлігіміз 2010 жылғы Peugeot 308 автомат қорабымен дейді. Бензин 1.6 182 мың шақырым жүрген, 3 миллион 990 мың құрап тұрған бағасы. Nissan Tiida дейміз ба? 2008 жылға механика қорап. Бензин 1.6 250 мың шақырым жүрген, 3 миллион 990 сұрап тұрған бағасы. 2014 жылғы Daiwa Gentra автомат қорап, бензин 1.5 қозғалышымен 145 мың шақырым жүрген, 3 миллион 990 мыңды құрайды бағасы. Бұл Gentraға. 2006 жылғы Subaru 4 миллион 590 мыңға, бензин автомат қорап, Subaru Impreza дейді. Қозғалышы 1.5 249 мың шақырым жүріп тастаған екен бұл Impreza. Kia 2014 жылғы Kia Cerato автомат қораппен 1.6 қозғалышымен 7 миллион 200-ге. 2013 жылғы ВАЗ Гранта механика қорап, бензин 1.6 158 мың шақырым жүрген, 2 миллион 690 мыңды құрайды бағасы. Сонымен достар, тағы да кроссоверлер кетті алдымызда. 2021 жылғы екен. Honda HR-V дейміз ба, CR-V дейміз ба, автомат қорабымен бензин 1.8 жүрген, жүрісі 7.667 шақырым жүрген екен, өте аз жүріпті. 11 миллион 308-де 500 дейді. 11 миллион 308-де 5 дейді. Сұрап тұрған бағасы. Автокөлік жаңа десе де болады. 2 жыл болған. Honda CR-V деп айту мүмкін біреулер, бірақ CR-V емес, CR-V деп тұр. Келесі көлігіміз Hyundai Creta автомат қораппен, бензин 2000 екен, қозғалышы 45 мың 291 шақырым жүрген екен, 11 миллион 490 мың бағасы. Келесі көлігіміз Hyundai Creta автомат қорабымен, бұлда бензин 1.6 125 мың шақырым жүрген, 9 миллион 290 мыңды құрайды бұның бағасы да. Осындай варианттар бар. Сонымен келесі көлігіміз 2015 жылғы Renault Sandero механика қорабымен, бензин 1.6 547 мың шақырым жүрген, 3 миллион 790 мың теңге бағасы. ВАЗ Lada Vesta Cross механика қорап, 2018 жылғы бензин 1.6 қозғалышымен 61 мың 544 шақырым жүрген, 6 миллион 690 мың бағасы. Келесі көлігіміз 21 жылғы Chevrolet Nexia механика қорабымен, бензин 1.5 қозғалышымен 30 мың шақырым жүрген, 5 миллион 390 мың теңгені құрайды бағасы. Осындай көліктің жағдайы жақсы. 2019 жылғы Granta механика қорабымен, бензин 1.6 220 мың шақырым жүрген, 3 миллион 640 мың. 2014 жылғы Skoda Rapid механика қорабымен, бензин 1.6 258 мың шақырым жүрген, 5 миллион 510-ға сұрап тұрған бағасы бұл седанға. Алдымызда 2015 жылғы JAC G5 дейді. G5 автомат қорабымен, бензин 1.8 қозғалышымен 144 мың шақырым жүрген, 3 миллион 490 бағасымен. Алдымызда тағы да 14 жылғы бір ВАЗ Lada Kalina тұр, механика қорабымен, бензин 1.6 677 шақырым жүрген, 2 миллион 190 мыңға сұрап тұрған бағасы. Төбесінде рейлингі бар, осындай универсал шағын түрдегі.
Келесі көлігіміз 94 жылға Toyota Carina E механика қораппен бензин 1.6 383 мың шақырым жүрген 1 миллион 400-ге осындай арзан вариант бар екен. Бұл автокөлік артынан көрейік, седан ғой деймін. Седан екен. Осындай варианттар бар. Арзан вариант көремін деген кісілерге 1 миллион 400-ге де осындай бағамен тұр екен. Жағдайы өзінің жылына енді өздеріңіз көріп тұрсыздар. Сәйкес. 2012 жылға Hyundai Accent механика қорабымен бензин 1.6 131 мың шақырым жүрген екен. 2 миллион 600 сұрап тұрған бағасы бұл Accentке. Келесі көлігіміз 2019 жылға ВАЗ Гранта автомат қорап бензин 1.6 58 мың шақырым жүрген. 5 миллион 780 мың сұрап тұрған бағасы. 2019 жылға ВАЗ Гранта механика қорап бензин 1.6 201 мың шақырым жүрген. 3 миллион 150 мың теңге. Мына жерде бір Mercedes көріп тұрмыз. 89 жылға Mercedes достар. Mercedes-Benz 190 шанақтағы механика қорабымен бензин 2.3 екен. Қозғалышы қазір болады 890 мың екен сұрап тұрған бағасы. 20 жылға Hyundai Accent алдымызда 1.6 52 мың шақырым жүрген. 9 миллион 260 мың автомат қорабымен сұрап тұрған бағасы. 90 жылға Mitsubishi Galant механика қорап бензин 1.8 281 мың шақырым жүрген. 1 миллион 190-ға. 2015 жылға Hyundai Elantra автомат қораппен бензин 1.6 175 мың шақырым жүрген. 7 миллион 190 мың. 2014 жылға Hyundai Accent 14 жылға Accent бензин 1.6 130 мың шақырым жүрген. 6 миллион 490 мыңға. Осындай жағдайдағы Hyundai Accent. Келесі көлігіміз назарларыңызда Almera, Nissan Almera 2014 жылға бензин 1.6 78 мың шақырым жүрген екен. Бұл автокөлік. Kia Rio автомат қорап 2014 жылға бензин 1.6 156 мың шақырым жүрген. 6 миллион 90 мың. Мына автокөлік сатылып кеткен. Сонымен достар, бүгінгі Астер автодағы Талдықорған қаласындағы видео түсірілім осындай болды. Осындай көліктермен таныстық. Видео пайдалы болып ұнап жатқан болса, осыны жан-жаққа WhatsApp-тарға таратып, лайк басып, арнамызға тіркеліп жазылып отырыңыздар. Келесі кездескенше аман сау болайық.